Алматы қаласы гарнизон жеке құрамы сапқа тұрғызылды. Баяндап тұрған полиция полковнигі Шумаев. Саламатсыздар ма? Еркін тұр. Бүгіннен бастап департаменттің жеке құрамы күшейтілген жұмыс жүйесіне көшіріледі. Сондықтан қаламызда қылмысқа жол бермеу, қоғамдық тәртіпті сақтау, көшедегі жол қауіпсіздігін жай-күйі сіздердің жедел әрекет етулеріңізге және нәтижелі жұмыстарыңызға тікелей байланысты. Құрметті әріптестер, жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, аса жауапкершілікпен қарап, бірігіп, ұйымшылдық танытып, нақты шаралар қабылдай отырып өткізуді әрқайсыңыздан талап етемін. Бүгінгі таңда Алматы полициясы қылмысқа қарсы күресуде құқық тәртібін нығайту мен қоғамдық қауіпсіздікті сақтау үшін барлық қажетті материалдық техникалық жағдаймен қамтамасыз етілген және мемлекет тарапынан полиция қызметіне сан алуан қолдау көрсетілуде. Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтау және азаматтармен сыпайы әрі ілтипатты қарым-қатынаста болу полиция қызметкерлерінің басты міндеті. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін.